Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: үй ішіңді намазға бұйыр, және өзің де оған көңіл бөл. Біз сенен ризық тілемейміз, сені біз ризықтандырамыз, соңғы табыс тақуа үшін делінген. Осы аятқа қатысты әйгілі тәпсірші Ибн Касир мынадай мағына берген: егер кімде-кім намаз орындаса, құлшылық жасаса, Аллаға мойынсұнса, оған Алла тағала ойламаған жерден ризық береді дейді. Және көптеген ғалымдар, тәпсіршілер осы аяттың мағынасын келтіре келе, олар да осы пікірге тоқтаған. Яғни, егер намаз орындасаң, саған ойламаған жерден ризық беріледі делінген. Міне, қадірлі жамағат, қашанда қайсы бір момын мұсылман Аллаға мойынсұнып, Алланың бұйрығын орындап, маңдайын сәждеге тигізіп, Аллаға құлшылық ибадат жасайтын болса, намазын толық орындайтын болса, және сол намазға ерекше көңіл бөлетін болса, оның өмірі жақсы жаққа өзгеретіні сөзсіз. Ол жаман әдеттерден арылады, Алланың ризашылығына бөленеді, және өмірінде көптеген жақсы өзгерістер орын алады. Соның бірі, қандай да бір жағдай болмасын, Алла тағала оны ризықсыз қалдырмайды. Әлбетте, адамзаттың барлығын ризықтандырушы бір Алла тағала. Ал енді намаз оқушыға берілетін сый, оның орны бөлек.